Ассалаумағалейкум, көріп үйрен каналының тұрақты көрермендері. Бізде келесі квартира. Бұл жерде паркет төсейтін боламыз елкамен. Паркетіміз міне осындай. Және де астына мыналарды төселетін болады. 60 квадраттық жер. Кірген кезде мына жағы кухня. Мына жағы кухня студия, холл былай айтқанда. Төбелері натяжной, қабырғалары барлығы краска, молдинг. Кірген кезде оң жағымызда санузел, туалет и қарама-қарсы беттеде екінші санузеліміз бар. Оң жағында бір спальня и және де екінші спальня. Біз мына жағынан бастап қойып келе жатырмыз паркетімізді, себебі осылай келемізді и барлығын былай келіп кететін боламыз. Осы стенадан бастап, осы комнатадан бастап төсеп бастадық бірінші күні. Енді жұрттар ары қалай төсей береді. Бізге расход аз болу үшін біз осылайынан жатқыздық. Егерде қалай құрастырылатын білгілеріңіз келсе, білмесеңіздер сұрасаңыздар болады. Келесі видеода көрсететін болам. Бұнда құрастыру әдісі бар, өзінің оңай тәсілдері бар. Оны білмесек, оны бір құрастырғаннан кейін шығару да қиын болып қалады. Сол себепті білгенде дұрыс. Видеоны соңына дейін көрейік. Лайк басайық, комментарий жазайық. Барлық несін түсіріп көрсететін боламын. Паркет қоюдың екінші күн. Елка. Барлығын бітіп қалдық. Спальня. Келесі спальня. Кейін тек қана кесіп қоятындар қалды. Бүгін кесіп қойып бітіретін боламыз. Қалай қаласа. Холлы. Кухнясында тек кесу жұмыстары ғана қалды. Осылайынан үшбұрыш болып кесіп қоятын боламыз. Қазақ контентін дамытып, лайк басып, комментарий жазып, сөйтіп достарыңызбен бөлісіп қояйық. 98% каналға тіркелмей көреді екен. Каналға да тіркеле кетейік. Ауырлық етпейді. Осындай контенттер тек орыстар емес, басқалары ағылшындар емес, біздің қазақтардың да дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп, лайктарыңыз басып, өз пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Ламинатымыздың аяқталған сәті, кухня, холл, барлығы елкалық төселінген. 60-10 размері, 2 спальня. Қалай төселу керектігі жайында білгілеріңіз келсе, комментария жазып кетіңіздер. Барлық толыққанды түсіндіретін болам. Болмаса, келесі видеода тағы да видео шығаратын болам. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, кішкене тіркеліп қойық. 95% тіркелмей көреді екенбіз. Қазақ арнасы дамысын деп қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер. Видео түсіруден жалықпаймын. Барлығы сіздер үшін көріп үйренсін деп осындай қазақ контентін түсіріп отқан жайымыз бар. Ал енді келесі видеода жолыққанша сау саламатты болыңыздар.